Сәлем құрметті көрермен, егер де сізде iPhone телефоны болса, және де сіз өзіңіздің сүйікті музыкаңызды звонокқа, яғни рингтонға қоя алмай жүрген болсаңыз, бұл видео сізге арналады. Ол үшін бізге iPhone'ның өзінің встроенный GarageBand деп аталатын программасы керек болады. Мінекей гитараның суреті бар, осыған бір рет басамыз. Бұдан кейін сізге мына клавишный деп тұру мүмкін. Программа кірген кезде бізге керектісі аудио рекордер, осыған кіреміз. Бұл жерде бізге керекті кнопка, мына жерде кірпіштің суреттері бар, мінекей сондай сияқты бір рет басамыз. Одан кейін бізге монтаж программасы сияқты сондай таймлайн ашылады. Мына жерге бізге қазіргі мақсат бұл жерге музыканы әкеліп алуымыз керек. Оған дейін біз мына көкмен жанып тұрғанда өшіріп тастау керек, себебі музыканы құрт жібереді, өзіндік бір эффекті ма сондай. Мінекей музыканы әкеліп алу үшін мынаны басамыз. Мінекей мына жерде iPhone'ның өзінен музыкалар жаздырып алсақ болады, ал біз өзіміздің музыканы жаздырамыз. Сол үшін файлға кіреміз. Мынау бұрын жаздырған музыка, пока удалить етіп тастайын, жатыспау үшін. Мінекей файлы, одан кейін просмотреть объекты из приложения файлы, осыған басамыз. Мына жерде мен Telegram Documents деген приложениелерден жаздырған музыкаларым тұр. Мен басынан бастап көрсетейін. Қазір өз жерге келетін боламыз. Алдымен музыканы таңдап алайық. Мен мысалға Телеграмда музыка для видео деген группадан бір музыканы қазір жаздыратын боламын. Мысалға маған осы музыка ұнады, осыны бірінші жаздырып аламын телефон памятіне. Ол үшін ойнап тұрған жерінен үстіне бір рет басамыз. Жоғары стрелка, тағы жоғары стрелка, сохранить файлы. Music дегенді сохранить етем. Мінекей сохранить етілді мына файлдың ішіне. Енді біз жаңа GarageBand дегенге кіреміз. Одан кейін просмотреть объекты из приложения файлы. Мінекей жаңағы өлең ең соңғы болып жазылады, Darren Ellis деп жазылды. Бір рет бастым, қазір загрузка болып жатыр, міне сохранить етілді. Енді осы музыканы былай ұстап тұрамыз да, кішкене жылжытқаннан кейін өзі пайда болады мына жерде. Мінекей. Және iPhone'дағы рингтонг басқа да музыкалардың барлығы соны қойылатын, бәрі 15 секундтан аспайды. Мынау қазір 15 секунд болып қарқылып түсті. Мінекей, егер сізге музыкаңыздың бас жағы ұнамаса, кішкене былай қырқып алсаңыз да болады. Музыкаңызды мінекей былай қырқып, сосын былай осылай жылжытып қойсаңыз болады. Мінекей. Мысалға звонокқа осы тұрсын деп қалаймын. Енді келесі жасайтын кнопкамыз мінекей мына астыға стрелка тұр. Соған бір рет басамыз, My песни деген шығады. Осыған басатын болсаңыз, сохранение кетеді. Мінекей My песни 4 деп шықты. Енді бұны біз басып тұрамыз. Басып тұрғаннан кейін поделиться деген таңдаймыз. Поделиться мінекей ортасында тұр, рингтонг деп. Коснитесь, чтобы создать пользовательский рингтон для вашего iPhone. Мінекей бастым. Енді бұның атын өзгертетін боламын. Мысалға мына жаңағы роктың жанры сияқты музыка болды. Мысалға рок деп қоя салайын. Мінекей дайын деп бастым. Экспортировать деген басам. Экспорт рингтона. Яғни настройканың ішіндегі рингтонға кетті. Окей, экспорт жасалды. Енді мінекей тексеріп көрейік. Настройка кірдім. Основные емес, мінекей звуки и тактильные сигналы. Мінекей мына жерде рингтонг деген таңдаймын. Міне рок деген жаңа. Мына өздерінікі. Өзінің музыкалары мінекей астына тұрса, мына жерде сызық болып, үстінде бүйтіп қалыптасатын болады сіздің бірнеше музыкаларыңыз. Мен оған дейін гитараны қойып көргем. Мінекей дәл осындай оңай жолмен сіз компьютердің көмегіне жүгінбей-ақ телефонның ішінде музыканы қоя аласыз. Егер достар осы видео ұнайтын болса, лайк басып, және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жазылуды және де iPhone'ы бар достарыңыз болса, соларға жіберіп қойсаңыздар да болады. Келесі видеода көріскенше.